Sizге үкім шықты. Сіз арнайы қаулы бойынша халық жауы болып табыласыз. Біз сізді алып кетуге келдік. Ұстау ол. Не үшін жігіттер? Мен не жазығым бар? Қойындар деймін сіздерге. Солақай саясаттың суығынан Мұхамеджан Нұрекеұлының артында жесір әйелі 7 баламен қалды. Сол жетеудің ортаншысы Қалтай еді. Бала Қалтай зерек болып өседі. Жастайынан білімге құштар, үнемі ізденіс үстінде болады. Қой бағып өскен қарапайым колхозшының баласы жайлауда жүріп те кітап оқуын тастамайды. Соғыс кезінде анша оқудың мазасы болған жоқ. Бірақ дегенмен менде бір өзімде жасыратын бір мақсат болды. Мен қой бағып жүргенде қолыма не түссе соны оқи бердім. Өйткені қой баққанда қояны жерде жайылып жатады, сен кітап оқудан басқаға жарамайсың. Мен өзі 13-14 жасында болдым. Сен кітап оқысын, жаздың күні ұзақ. Сол кезде мен осы мына өлі жандарды өзім түсінбеймін о кезде. Бұндық әкесінің аты кім, сенің Гоголің кім, Пушкинің кім, Данил Дефон кім, Сервантың кім о кезде білмеймін. Оның жастық шағы қиындыққа толы болды. Бала күнінде халық жауының баласы деген күйі жағылса, балдырған шағы сұрапыл соғыспен қатар өтті. Заманның зұлмат күндерін бастан өткерген Қалтай Мұхамеджанұлы сан сынаққа сынбады. Қайта сол сындарлы сәттерден сабақ ала білді. Ізденді, кітапқа құштар болды, білімге ұмтылды. Солақай саясаттың соқпағынан сабақ ала білген бала Қалтай осылайша білім іздеп дала кезіп, дана Қалтайға айналады. Ташкенттегі өзі армандаған оқуын аяқтай алмай, Мәскеуден орын табады. Ресейде жүріп, шығармашылық байланыс орнататын көп досты, сырлас жолдастарын кездестіреді. Шығармашылық жолында тапқан замандастарының ішінде ол адамзаттың Айтматов атанған Шыңғысқа жүрегінің төрінен ерекше орын бергенді. Екі асқар тау тұлғалардың арасын әдебиет деген үлкен бұлақ жалғап тұрды. Елдік мәселеде үнемі ұлтының сөзін сөйлеп, ақиқат биігінен көрінген тұлғалы жазушының ой пікірлері өзінің тереңдігімен, өткірлігімен дараланып тұратын. Жазушы шығармаларында адамгершілік, адалдық қасиеттері басым. Адамнан 3 қасиетті іздеңіз: ақыл, қуат және адалдық. Егер оның соңғы ерекшелігі болмаса, қалған екеуі туралы да алаңдамаңыз. Тығырықтанда дер кезінде шыға білу көшбасшылықтың ең басты белгісі дермісіз. Қалтай ағамыз өзі басшылық еткен Ара журналы 90 жылдың тоқырауларынан зардап шеккен басылымдардың бірі. Сол кезеңдерде журналды жабу туралы үлкен мәселе алға қойылғанда, Қалтай Мұхамеджанов үлкен тапқырлықпен журналдың тамырына одан әрі қан жүгірткен екен. Қалтайдың қаламынан шыққан туындылардың басым бөлігі қалжыңға, сатираға толы болғанмен, оның ар жағында ащы шындық пен ақиқат жатыр. Әр әзілінің зілі бар. Драматургтың шығармашылығында ерекше орын алатын Көктөбедегі кездесу пьесасында бесіктегі кезінен күмән ем өскен ұрпақтың күйік пен күдікке толы күйкі болмысы керемет бейнеленеді. Дәл осы пьеса әлемнің алпауыт елдерінің төрінде театр сахналарында қойылып, сан мыңдаған көрерменнің ыстық ықыласына бөленген. Ер жігіт елінің ұлы, намысының құлы деген халық даналығы бар. Расында, мықтының артында оны сүйіп ері тұратын ақиқат. Қалтайда әдебиет әлемінде қыранша қалықтап еркін қанат қағуында, бір бүйірін сүйіп қолдап тұратын өзінің өскен өңірі Шіркейлі елді мекені. Қазіргі күні айрықша абаттанған ауылдың ақсақалдары Қалекеңді ыстық сезіммен еске алады.